ойындардың бірі теңге алу ойынын ойнаймыз. Қазір мен сендерге теңге алу ойынының шартын түсіндіріп кетемін. Қазір екі бала ортаға шығамыз. Ағаш атқа мініп, қазандықты айналып, қазандықтың ортасында тұрған теңгені әуен тоқтаған кезде аламыз. Егер де кім әуен тоқтаған кезде бірінші алады, сол бала жеңімпаз атанады. Енді ойынымызды бастаймыз. Енді балалар ұпай санына байланысты жеңімпазды анықтаймыз. Бірінші топ бізде неше ұпай жинады?